пропинді толық гидрлегенде дейді 120 грамм пропинді толық гидрлеген кезде жұмсалған сутегінің көлемін анықтау керек. Біз әрине бірінші толық гидрленуінің реакциясын жазатын боламыз. Жалпы гидрлену дегеніміздің өзі бізде сутекпен әрекеттестіру дегенді білдіреді. Яғни сутектің латынша атауы гидрогениум деп айтылады. Яғни сөздері өте ұқсас. Бұл жерде гидрлеу дегеніміз сутектендіру деген мағынаны білдіреді. Яғни сутекпен әрекеттестіру деп түсінсеңіз болады. Бұл жерде органикада көбіне реакция теңдеулері өте оңай жасалынады. Мысалы, мына жерде бізде толық гидрлеу деп тұр. Сондықтан да мына жерде 2 есе сутегімен гидрлейтін боламыз. Сол кезде бұл жерде C3H2 Сонда 4 сутегіні өзіне қосып алады. Сол кезде C3H8 болады екен. Бұл жерде пропиннің массасы берілген 120 грамм. Және де сутектің бізде литрін табу керек. Ең бірінші осының берілген масса бойынша біз зат мөлшерін анықтап аламыз. Кішкентай m бөлінген мынау үлкен m. Бізде m mr-ға тең, яғни молекулалық массаға тең. Сонда m дегеніміз 120 пропиннің берілген массасы, ал оның астына mr-ге біз молекулалық массасын жазамыз, 40-қа тең. Сонда 120-ны 40-қа бөлген кезде 3 болады. Сутектің көлемін табу үшін 1-де 2, 3-де x деп жазсаңыз да болады. Немесе мына жерде алдында 1 болғандықтан 1-ден 2-ге көбейте салсаңыз да болады. Яғни оны мен жазып көрсетейін. Мысалы, химиялық реакция теңдеуі бойынша деймізді 1-де 2, өйткені қараңыздар, алдында 1 жазылмайды. 1 моль, мынау 2 моль. Алдында коэффициент бойынша 1 болғанда 2, және мынаның тауып алынған молі 3. 3 болғанда x. X тең деймізді 3-ті 2-ге көбейтіп 1-ге бөлеміз 6. Немесе 1-ден, егер мына жерде 1 болса, мына жерде 2 болатын болса, 1-ден осы тұрған жерінде 3 көбейту 2 деп жазсаңыз да 6 болады екен. Яғни осылай ыңғайластырып алсаңыз болады. Сіз бірінші көп есеп шығару нәтижесінде осындай пропорция арқылы шығарып үйреніңіз. Қолыңыз әбден жаттыққаннан кейін, көзіңіз жаттыққаннан кейін осылай автоматты түрде 1-ден көбейтіп кететін боласыз. Яғни мына жерде 6 моль шықты. Бізден сутектің зат мөлшері табылды. Енді оның көлемін табу өте оңай. Яғни бізге зат мөлшеріне қатысты, бізде массаларға қатысты зат мөлшерді табу және көлемге қатысты зат мөлшері бар. В бөлінген Vm. Бұл жерде В дегеніміз бізде, яғни біз В-ны табуымыз керек. Сонда В тең, осы жерде түрлендіреміз. Нью көбейтілген Vm. Енді осы формулаға қоятын боламыз. Сонда В тең, нью дегеніміз 6 моль, көбейтеміз. Vm деген тұрақты 22-де 4. 6-ны 22-де 4-ге көбейткенде 134-те 4 литр болады екен. Яғни бізде осы пропинмен толық гидрлеуге қажетті сутектің көлемі 134-те 4 литр екен. Достар, егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басуды және де комментарийге түсінгеніңізге белгі қойып кетсеңіз болады.